Сәлем достар, осы видеода Ошиноко идол балалары атты анимені сіздерге қысқаша жеткізетін боламын. Каналға тіркеліп ыңғайланып алған болсаң, біз бастаймыз. Бұл аниме туралы өзімнің ойымды айтып кететін болсам, тема. бір сөзбен түсінді деп ойлаймын. Байқап жүрмін, соңғы күндері вообще актив болмай жүр. Тіпті маған 96% адам тіркелмей көріп жүр екен видеомда. Давайте достар, тіркеліп кетіңіздер. Короче, осындай ауру қыз болады, олның қыздың атын ұмытып қалдым. Ал мына жігіт болса, жігіттің атын ұмытып қалдым. Короче, осы Гора деген жігіт осы қызға сен мықты әнші болсын деп ертесіне палау жеп отырады ғой, короче. әлі бала шағам жоқ, өліп кетпеймін әйтеуір. Хули өмір ғой деп дәрігер жаңа науқасын күтіп алуға барғанда, ол өзінің жұлдызы ай екен. Ол, короче, екіқабат боқпаған ғой. Еще 16 жасында. Сосын екеуінің арасында диалог жүріп, маған сенесің ғой, мен екеуміз бірдей жағдайдаймыз деген іш пыстыралы жерлерін сырады өткізіп жібереміз. Сосын Гораға бір танымайтын адам осы жағдай туралы білетінін айтып, Себастьян jutsuын қолданып кетеді. Гора артынан барғанда ол Мангеки Шаринганын қолданып, оны итеріп өлтіреді. Сосын ай шекесі тортықтай ұл мен қыз табады және оны барлығынан жасырады. Олардың аты Аква мен Рубин. Яғни айтқанда дәрігер мен ауру қыздың нелері ғой, жандары ғой, короче. Біраз реакциялар мен іш пыстыратын концерттерлері өтеді, олардың барлығын Себастьянға жібереміз. Ай күннен күнге атақты бай бола бастайды. Бір күні айдың үйінің есігін біреу тоқылдатып, айы барғанда оны букетпен күтіп алып ішіне беріп жібереді. Мен бар жоқ адамда 570 деген бар еді. Арады болмағанда маған айтты, мұжан теңге бер, мен алам аузыңа деді. Бердің ба? Бердім. Адам емессің ғой, әлі деп тұрып кетпей өзінің әңгімесін айта бастайды. Және де өзінің обиднасы жоқ екенін айтады, сосын ол қашып кетеді. Аква доктор шақырса да, айдың жағдайы қиындап, ол соңында бәрібір де ауруынан қаза табады. Қалай достар, аниме ұнады ма? Жалғасын шығарайын ба? Комментке жазыңыздар. Осымен видео аяқталды. Қош, сау болыңыздар.